Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арука Микс. Бүгінгі видео жылына бір рет болатын видео. Сіздердің менің арнамнан өте көп сұрап, көп күтетін видео Back to School. Осы жылы менің арнамда Back to School рубрикасына тек бірақ қана видео болады. Себебі өздеріңіз білесіздер, біз қазір барлығымыз қашықтықтан оқытылып жатырмыз. Мектепке киімдер, луктар, мектепке таңғы ондай видеолар болмайды. Тек қана осы холл видеосы болады. Негізі мен осы жылы ешқандай канцелярия, яғни мектептің заттарын алмайтын едім. Бірақ та сіздерге видео болу үшін және де видео қызықты болу үшін осы жылы көптеген мектеп заттарын алдым. Және достар, мен артқы фонымды өте ұзақ уақыт жасадым. Сіздер де міндетті түрде лайк және де арнама тіркелу. Достар, сіздерге қажетті қызықты ақпарат. Білем достар, мен қазір сөздерді анық айтып жатқан жоқпын. Себебі достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар, менің тісімде бастапқы брекет, яғни пластинка. Мен жақын арада үйреніп кетемін деген ойдамын. Негізі бұл менің екінші күнім. Осы үшін мен сіздерге видеоны кішкене кешіктіріп шығарып жатырмын. Маған қазір яғни брекет қою үдерісі болып жатыр. Және де мен әзірше үйреніп келе жатырмын, анық айта алмаймын. Бірақ та сіздерге бұл бірінші видео, Back to School видеосы болғандықтан шешіп сіздерге барлығын көрсететін боламын. Ал жақын арада енді осы Турциядан кейінгі видеоларда мен осылай пластинкамен отыратын боламын. Сондықтан да менің сіздерге айтарым, менің осылай сөйлеуіме қазірден бастап кішкене болса да үйрене беріңіздер. Барлықтарыңызды жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Ал ендеше видеомызды көп созбай бастайық. Достар, бірінші менің алған затым ол осындай дәптерлердің жиынтығы. Көріп тұрсыздар, бұның ішінде едәуір көп дәптер тұр. Қазір сіздердің көздеріңізше ашып көретін боламыз. Мен мына жағынан ашып келе жатырмын. Міне қараңыздар, осыншама көп дәптерлер. Биология, ағылшын тілі, химия, алгебра, география, физика, информатика, геометрия, орыс тілі, қазақ тілі, Қазақстан тарихы және де қазақ әдебиеті. Маған бұл дәптерлер өте ұнап тұр және де мен бұларды әрине қолданатын боламын. Осы оқу жылында әрине қолданамын. Мен қазір достар, айтпақшы, білмесеңіздер айтып өтейін, мен қазір 10-шы сыныппын, яғни осы жылы 2020 жылы 10-шы сыныпқа көштім. Маған кітап беріп қойды, міне артымда 10-шы сыныптың кітаптары тұр. Көпшілеріңіз әйтпесе сенбейсіздер, себебі достар, менің жасым кіші, мен қазір 14-темін және де 10-шы сыныпқа көштім. Қараңыздар, өте әдемі, әрқайсының өзінің түсі де бар. Міне, жалпы маған дәптерлер ұнады. Ендігі зат достар, осындай глобус. Глобус маған негізі қажет емес, бірақ қажет. География сабағына глобусты да негізі видеоға әдемі болу үшін ала салдым. Менің айтуым бойынша стиль пеналы, яғни бұл жақта қаламдар, қарындаштар тұрады. Және де бұл өте ыңғайлы, қолайлы, маған ұнайды. Сонымен қатар оның мынадай тартпалары бар. Міне осындай. Қазіргі сіздерге көрсетіп өткен 12 қалың дәптермен бірге тағы да үшеуі, барлығы 15. Біріншісі міне осындай, мына жақта әртүрлі түстер. Міне жалпы кәдімгі turquoise қалың дәптер. Екіншісі осындай ақ түсті, мысықтың суреті бар. Және де достар, маған барлық қалың дәптерлердің ішінен ең қатты ұнағаны осы қалың дәптер. Бұл маған өте ұнайды, себебі бұның дизайны өте әдемі. Қараңыздар, мысалы достар, артқы фонда тақтаның түсі, оның жанында мектептің заттары және де ортасында Back to School деп жазылып тұр. Мен осындай сарғылт қызыл түсті пенал алдым, ал қазір енді сіздердің көздеріңізше оны ашып көретін боламын. Осындай сарғылт қызыл түсті өзі жылтырайды, көріп тұрсыздар. Міне осындай. Кетіп келесі сабаққа. Ендігі зат осындай акварель краска. Жақтастар, бізде 6 сыныптан кейін сурет сабағы болмайды, бізде сурет сабағы жоқ. Бұл тек маған технологияда, яғни еңбекте қажет болады. Яғни біз мүмкін еңбек сабағында бояп, сурет салып қалатын шығармыз. Сондықтан да мен қажет болатын шығар деп ала салдым. Міне осындай акварель бояу. Қазіргі зат осындай пластилин. Пластилин де маған бояу сияқты еңбек сабағында қажет болып қалатын шығар. Осындай калькулятор. Калькулятор маған физика және де химия сабақтарында өте қажет. Сондықтан да мен өзіме осындай калькулятор алдым. Ал енді достар, қалам. Және де бұл жақта осындай өте көп қаламдар. Достар, сіздердің менің заттарыма ұқсас заттарыңыз болса, міндетті түрде астыға түсіп, комментарийге жазып отырыңыздар.
Келесі достар, осындай екі өте көп көріп тұрсыздар, ақ түсті стикерлар. Яғни жай ғана ақ түсті өте көп осындай қағаз. Ал ендігі осындай қарындаштар, сары қарындаштар, және де бұл сызу сабағына қажетті қарындаштар. Бізде негізі 9 сыныптың өзінде сызу сабағы басталу керек еді, бірақ та бізде ол 10 сыныпта басталды. Міне жалпы осындай сызуға арналған сары түсті қарындаштар. Ал ендігі заттар осындай достар степлер, және де оның осындай толтырғыш түймелері, яғни басқанда салынатын. Степлермен басады, сол кезде салынатын осындай темірлер. Осының ішінде өте көп. Маған олар міндетті түрде қажет болады. Мен әртүрлі рефераттар жасаған кезде оларды степлермен бекітетін боламын. Сіздерге қазір ғана сызу сабағы жайлы айтып өттім. Сондықтан да міне осындай сызуға арналған ақ парақтар. Келесі достар, бүгінгі Back to School'дағы менің өте жақсы көретін парақтарым. Ол осындай түрлі түсті А4 форматындағы парақтар. Мен оны неліктен алғанымды білмеймін, бірақ та олар өте әдемі көрінді, және де мен олармен скрапбукинг жасайтын шығармын. Кәдімгі дәл ақ парақ А4 сияқты, бірақ та осындай түрлі түсті. Менің ланчбоксым. Осындай ланчбокс бургердің түрінде. Көріп тұрсыздар, оның наны, яғни үсті мен асты сары түсті, ортасында салат жапырақшасы, және де шұжық. Әр бөлігіне бөлек-бөлек тамақ салса болады. Және де достар, бүгінгі видеодағы ең керемет заттардың бірі, маған ұнайтын заттардың бірі, мен әлі ашпаған зат, менің жаңадан алған беспроводной наушнигім. Менің сіздерге осы наушникті көрсетіп отқан себебім, онлайн сабақ болған кезде мен осыны тыңдап, яғни дыбысты осыдан тыңдайтын боламын. 2-3. Достар, жай бүйтіп ашылады да. Сосын үлкен. Не? Әзірше осында тұра тұрсын, қазір обзор кезінде толығырақ сіздерге жақынырақ көрсететін боламын. Енді достар, осындай циркульдің топтамасы. 3 сызғыш, 1 транспортир, міне қолымда 1 транспортир тұр, циркуль, тағы да циркуль, ұштағыш, қарындаш және де өшіргіш. Міне осындай қылқаламдар, яғни қылқаламдардың жиынтығы. Көріп тұрсыздар, бұл жақта әртүрлі қылқаламдар, кішісінен үлкеніне дейін көптеген түрлері бар. Осындай сызғыш, сары түсті. Тағы да стикерлар, бірақ та олар кіші және де жіңішке. Осындай түрлі түсті, яғни 5 түсті стикерлар. Кәдімгі желім, көріп тұрсыздар, клей желім. Жай қарындаштар, яғни түрлі түсті емес, жай қарындаштар. Бұның ішінде қарындаштар өте көп. Міне осындай жиынтық, қарындаштардың жиынтығы. Және де достар, менің өшіргіштерім осындай 2 көк өшіргіш, және де 1 үлкен ақ өшіргіш. Менің ұштағышым осындай қарапайым, қызғылт түсті ұштағыш. Осындай гүлдің бейнесіндегі өздеріңіз көріп тұрсыздар, түрлі түсті стикерлар. Яғни бұл жақта 5 түс бар екен. Ендігі зат осындай папка. Папка маған осы жылы қажет бола ма, болмай ма білмеймін, бірақ та мен сіздерге видео қызығырақ болу үшін осындай папканы ала салдым. Достар, бұл менің осы жылғы рюкзагым. Және де сіздерге қызықты факт айтып өтейін, бұл менің алдыңғы жылғы 3-ші тоқсанда алған рюкзагым. Мен осы жылы рюкзак алған жоқпын, себебі айтып өттім, бізде қазір қашықтықтан оқыту. Сондықтан да мен тек мектеп заттарын алдым, яғни мектеп заттары әрине де керек, бірақ та рюкзакты осы жылы жаңасын алмадым. Осындай рюкзак, мен сіздерге айтпақшы, бұл рюкзакты мүлде видеоларымда көрсетпеппін. Және де өте жеңіл, қолайлы, менің жалпы сүйікті рюкзактарымның бірі. Ал енді достар, осы бүгінгі Back to School'дағы соңғы заттар дәптерлер. Көріп тұрғандарыңыздай менің қолымда 2 түрлі дәптер тұр, мынау түргөз, ал мынау жол. Әрине достар, әр оқу жылында алатын, барлық оқушыға тән дәптерлер. Міне осылар. Ал осымен достар, менің бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге ұнағанына сенімдімін, сондықтан да сіздерден тек қана лайк және де тіркелу. Арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Менің бүгінгі еңбегімді бағалаңыздар. Мен сіздерге отырып, осы видеоны асықпай, ұзақ отырып түсірдім. Сіздерге осындай атмосфера, Back to School'дың көңіл күйі болу үшін артындағы фонды ұзақ уақыт жасадым. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.